Қазақты құрту үшін әскерде, қару да қажет болмады. Бізді іштен қансыратып кеткен дәл еліміздің арасынан шыққан 6 адамның қолы болды. Олар бір кезде өздерін халық үшін деді, бірақ бір қолы қағазда, бір қолы билікте болып, қазақтың ең білімді, ең парасатты ұлдарын қырып салған жүйеге қызмет етті. Бұндай ауыр шындықты білу әр қазақтың парызы. Егер сіз тарихтың жасырылған қабатын ашуға дайын болсаңыз, арнамызға тіркеліп, ұнады басып, өз ойыңызды қалдыра кетіңіз. Бұл тақырыпты жалғастыруға сіздің ғана қолдауыңыз керек, себебі бұл шындықты біздің елде әлі де жасырып келеді. Ал енді қазақты іштен құлатқан осы 6 адамның шынайы бейнесін бірге ашамыз. Бірінші, Әліби Жангелдин, қазақ тарихындағы ең парадоксты тұлғалардың бірі. Ол большевиктердің Қазақстанға әкелген революциясын ақиқат деп қабылдады. Алаш зиялылары автономия құруға тырысқанда, Жангелдин олардың жолын бөгеді. Оның керуенмен келген қару-жарақ қазақ даласына үміт емес, от әкелді. Алаштың білімді мемлекет құруда армандаған қайраткерлері халық жауы атанды. Жүйе орнықты. Ал осы жүйені орнатуға көмектескендердің бірі Жангелдин. Бірақ ол сатқын болды ма? Жеке пайда іздеп сатпады. Ол большевизмге шын сенді. Трагедия да осында. Адал сенім өз халқына қарсы қаруға айналды. Қызығы, мектептерде ол қаһарман болып оқытылды. Ал архивтерде ол жай ғана бір сұмдық механизмнің басты тетігі. Оның рөлі туралы ақиқатты біз соңына дейін көрмесек, ешқашан толық түсінбейміз. Екінші, Тоқаш Бокин, теңдік үшін күрескен жас ма, әлде қазақтың тамырын кесуге атсалысқан ба? Тоқаш Бокин мұрасыз революционер. Ол қазақтың дәстүрлі билігін, алаш зиялыларын ескілік деп айыптады. Большевизмді қазаққа әкелуді өз миссиясы санады. Сырттай қарасаң, батыл, принципшіл жас. Бірақ оның әрекетінің салдары басқа. Бокин сияқты белсенділердің қолдауымен қазақ даласы билігінен айырылды. Автономия мүмкіндігінен айырылды. Өз ішіндегі ең талантты азаматтарын репрессияға берді. Бокиннің өзі мұны сатқындық деп ойлаған жоқ. Ол әділдікке сенді. Бірақ бұл әділдік қазақтың ғасырлық жүйесін күйретті. Бокин тарихқа екі түрлі жазылды. Біреулер үшін күрескер, екіншілер үшін өз халқына қарсы тұрған адам. Ал шындық қай жерде? Видеоның екінші бөлігін көрмей бұл сұрақтың жауабын табуы мүмкін емес. Үшінші, Көлбай Төгісов, сатқын емес, құрбан. Бір қызығы, сатқындар тізіміне жиі түсетін адамдардың бірі шын мәнінде сатқын емес. Көлбай Төгісов алаш идеяларын қолдаған, қазақ теңдігін қорғауға тырысқан публицист. Оны кеңестік жүйе әдейі қаралады, халық жауы жасады, кейін жойды. Тарихтағы ең үлкен ирония, шын сатқындар өмірін жалғастырса, Төгісов сияқты адамдар кешірімсіз жүйенің құрбанына айналды. Осы жерде көрерменге ең басты сұрақ туады. Неге біз шындықты кеш біліп отырмыз? Өйткені сатқындықты жасағандар тарихты жазғандар. Міне алғашқы 3 есім. Бірақ бұл тек басы. Ең ауыры, ең даулысы, ең қараңғысы алда. Төртінші, Сәбит Мұқанов. Сәбит Мұқанов қазақ әдебиетінің алпауыты. Оның шығармалары мектепте оқытылады, есімі көшелерге берілген. Бірақ билік пен әдебиеттің арасы булығып тұрған сталиндік дәуірде Мұқанов таза жазушы бола алмады. Ол алаш зиялылары туралы теріс мінездеме берді. Олардың ұлтшыл деген айыптарын күшейтті. Репрессияға іліккендердің істерінде идеологиялық дәлел бола алатын пікірлер жазды. Мұқановтың қай сәтте шын сенгенін, қай сәтте аман қалу үшін әрекет еткенін түсіну қиын. Бірақ факті өзгермейді. Оның қолы даттаған есімдердің тағдыры өте ауыр аяқталды. Қазақ қоғамы оны толық сатқын деп атауға қорқады, себебі ол үлкен жазушы. Және дәл осы қорқыныш, дәл осы екіұдайлық біздің тарихи трагедиямыз. Бесінші, Әбділда Тәжібаев. Әбділда Тәжібаев қазақ поэзиясының ірі өкілі. Ол да сталиндік дәуірдің уын ішкен адам болды. Тәжібаев бірнеше зиялыны идеологиялық тұрғыда айыптап, олардың үстінен теріс пікір берген. Бұл пікірлер репрессиялық органдар үшін мінсіз негіз болды. Бұл сатқындық па? Жай мансап үшін жасалған әрекет пе? Әлде қорқыныш па?
Өйткені ол да кейін қысым көрді, ол да қуғынға түсті. Осы жерде қазақ трагедиясының ең ауыр сұрағы шығады. Қорыққан адам сатқын бола ма? Әлде жүйенің құрбаны ма? Біздің бағамыздан бұрын архивтер сөйлейді. Оның қолында өзге адамдардың тағдырына әсер еткен хаттар, мінездемелер бар. Бұл әдебиеттегі талант пен саясаттағы қара дақтың тоғысқан тұсы. 6. Абзал Қарасартов. Ашық сатқындықтың бейнесі. Бұл тізімдегі ең ауыр тұлға дәл осы адам. Абзал Қарасартов НКВД жүйесімен тығыз жұмыс істеді. Алаш зиялыларының үстінен көрсетулер берді. Қазақ көшбасшыларын ұлтшыл, қауіпті деп сипаттады. Оның сөздері, қолтаңбасы, айғақтары нақты адамдардың өліміне тікелей себеп болды. Бұл жерде аман қалу туралы емес, идеологиялық сенім туралы емес, моральдық трагедия туралы емес, тікелей сатқындық туралы айтылады. Қарасартов өз пайдасын, мансабын, орнын ойлады. Ал оның арқасында қазақтың ең жарық жұлдыздары сөнді. Сондықтан тарихшылар оның атын аталған 5 адамның ішінен бөліп қояды. Ол күмәнді тұлға емес, таза сатқын. Міне 6 адамның тағдыры. Олардың бірі сенді, бірі қорықты, бірі алданды, бірі сатты. Бірақ бір нәрсе анық. Қазақты ең көп әлсіреткен сыртқы жау емес, іштен шыққан сатқындық. Ал біз үшін ең маңыздысы, оларды ақтап алуда емес, жамандауда емес. Ең бастысы, сол дәуірдің логикасын түсініп, соның қайталануына жол бермеу. Бұл тарих ауыр, бірақ оны білген адам ғана өз халқын қайта саттырмайды. Егер сіз мұндай шындықтың жасырылмай айтылғанын қолдайтын қазақ болсаңыз, осы видеоға ұнады басып, тіркеліп, пікір жазыңыз. Бұл әрекеттеріңіз осындай деректерді жарыққа шығаруға мүмкіндік береді. Өткеннің жарасын бірге ашайық, болашақты бірге қорғайық.